Мен Шыңғысхан империясы жайлы айтқанымда көптеген адамдар неге тек қазақтарды ғана айтасың, басқа да түркілер бар екенін ұмытпа деп жиі айтады. Сондықтан бүгінгі видеода Шыңғысханның татар империясын айтқанымда неліктен тек қазақтарды ғана айтатынымның себептерін түсіндіретін боламын. Достар, егер сіздер ютубтан үйде отырып айына 1 миллионға дейін табыс табуды қаласаңыздар, мен төменде қалдырған сілтемеге өтіп толық ақпарат біле аласыздар. Ерекше атап өтетін жағдай, теміршіңнің Шыңғысхан болып қалыптасуына керейлер көп көмектесті. Керей ханы Тоғырыл жетім қалған теміршіңға қолдау көрсетіп, оны тұлға ретінде қалыптастырып, аяққа тұрғызды. Шыңғысхан билікке келгенде Керей билігін ығыстырып, бар тізгінді өз қолына алды. Күшейіп алған Шыңғысхан қазіргі Шығыс Қазақстан мен Моңғолия жеріндегі Найман, Жалайыр, Қоңырат, Керей секілді қазақ тайпаларын біріктіріп, татар империясының негізін салды. Содан кейін біріккен қазақ тайпалары 1207 жылы қырғыздарды, 1209 жылы ұйғырларды, 1211 жылы қарлұқтарды, 1218 жылы қидандарды, 1219 жылы қыпшақтарды, 1220 жылы хорезмді, 1240 жылы Бұлғарияны жаулады. Көріп отырғандарыңыздай, бастапқыда Шығыс Қазақстан мен Моңғолияда біріккен қазақ тайпалары біртіндеп қырғыз, ұйғыр, хорезмдегі өзбектер мен түркмендерді және басқаларын да жаулаған. Татар империясын басқа түркілер салған жоқ, Шығыс Қазақстан мен Моңғолияда мекендеген қазақ тайпалары салды. Яғни бұл империяның негізін қалаған және қозғаушы күші қазақтар болғаны, ал қалған түркілер жол бойы жауланғандығын көрсетеді. Әрине, олар қолынан келгенше қарсыласса да, біріккен қазақ тайпаларына төтеп бере алмады. Басқа түркілердің көпшілігін қазақтар күшпен басып алды. Жауланғаннан кейін де көптеген өзге түркілер қазақ билігіне қарсы бас көтеріп отырды. Себебі қазақтар бағынышты халықтарға салық төлеттіріп, еркектерін соғысқа алып кететін. Соғыс таласында алдыңғы шеп пен бекіністерді алуда бағынышты халықтардан жіберілген әскерлерді салып қойып, тек соғыс қызып, қауіпсіздеу болғанда ғана өздері кіретін. Татар империясы шығыста Жапониядан батыста Палестинаға дейін созылып жатты. Әлбетте, бұлардың барлығына тек қазақтар ғана қатысса, олардан түк қалмас еді. Сондықтан бағынышты халықтарды тірі қалқан ретінде өз мүддесіне қолданды. Мысалы, Бағдат қаласын алуда грузиндер мен армендарды салып қойды. Кәрістерді жаулағанда бағынышты шүршіт әскерлерін салды. Жапонияға жорықта кәрістерге кеме жасаттырып, кеме істерін басқартты. Қазақтар үшін барынша өз адамдарын сақтау аса маңызды болатын. Соғысқа тоқтаусыз адамдардың алынуы мен ауыр алым салықтар көптеген мәрте өзге түркілердің наразылығын тудыртып, көтерілістерге алып келіп отырды. Мысалы, қырғыздар 1218-1261 жылдары бас көтергенде аямай жаншылған болатын. Ноғайлар да өздерін шыңғыс ұрпақтарымен байланыстырғысы келмей, кейіннен едіге ұрпақтарын билікке шығаруға ұмтылды. Екіншіден, егер қазақтар болса, неліктен мемлекет аты татар деп аталғанына келер болсақ, Шыңғысхан кезіндегі татарлар мен қазіргі татарлардың еш қатысы жоқ. Қазіргі Қазан татарлары ол бұлғарлардың ұрпағы. Олардың кезінде Бұлғар хандығы деген мемлекет болатын. Бұлғарлар қазақ тайпаларына қарсы жойқын қарсылық көрсетіп, қазақтар әрең дегенде жаулаған болатын. 15-16 ғасырлардағы жазба деректердің барлығы қазіргі Татарстанды Бұлғария деп атап келді. Жергілікті халық та өздерін бұлғармыз деп атаған. 17 ғасырдағы Европа деректерінде де бұл аумақ Бұлғар деп аталған. 19 ғасырға дейін Қазан татарлары өздерін бұлғарлар немесе Қазанлы деп атап келді. Бірақ түркі тарихын жоюды көздеген ата жауларымыз бәрін осылай былықтырып жіберді. Қазіргі таңда Татарстан халқы өздерінің тарихи атауын қалыптастыру үшін референдум өткізіп, Бұлғар атауын қайтару керек деп санайды. Нағыз татарлар ол қазақтар. Бұл жайында Рузбихан да Шыңғысхан кезіндегі татарлар қазіргі таңда өздерін қазақпыз деп атайды деп атап өткен болатын. Достар, сонымен қатар менің телеграм каналыма да тіркелулеріңізді өтінем. Мен ол жақта басқа да тарихи жағдайларды қарастыратын боламын.